Отбасы банк деген наурыз жұмыскер бағдарламасындағы ай сайынғы төлем қалай болады, қанша жылға беріледі, қашан төмен пайызға түседі деген сұрақтардың барлығы осы видеодан табасыз. Сол сұрақтарға енді осындай видеолар жібере алмау үшін YouTube-ға тіркелгім кетті. Наурыз жұмыскер бағдарламасы. Бұлар алдын ала займ деп аталады, орысшасы предзайм. Отбасы банкта өздеріңіз білесіздер, займның 3 түрі болады, тұрғын үй займ, арал займ және алдын ала займ. Осы алдын ала займмен ғана берілетін займның түрі. Ол кезде шарттық сома деген түсінік болады. Шарттық сома деп аталған, орысша договорная сома деп үйреніп қалған адамдар. Шын мәнінде жалпақтап айтатын болсақ, ол үйдің құны деп айтайықшы. Мысалға мен бүгінгі есепті 30 миллиондық үймен сіздерге қазір түсіндіретін боламын. 30 миллионды үйді 9% алған жағдайдағы ай сайынғы төлем қанша болады? Ол үшін мен мынау алғаш жаңа 20% болған жағдайда мына таблицаны қарайық. 30 миллион, алғаш жаңа 6 миллион теңге керек. 7%-бен 253 мың теңге болады екен, ал енді 9%-бен алатын болсақ 303 мың теңге. Мен осы жағдайдағы есеппен айтатын боламын. Негізі 10% алғаш жаңа болған жағдайда да 7% мысалға ол 283 мың болады, 9%-бен 333 мың теңге болады. Мен осымен ғана сіздерге түсіндіріп айтып берейін, қалғандар аналогичный болады. Енді қараңыз, 30 миллионның 9% дегеніміз қанша ол? Жылына 2 миллион 700 теңге. Значит, айына дейін табу үшін 12-ге бөлсек 225 мың теңге ақша. Яғни сіздің отбасы банкта ай сайынғы төлеміңіздің 303 мың теңге шығарып береді компьютер. Яғни соның 303 мың теңгенің 9% жылдық айына 225 мың теңгеден сіз тек қана осы 30 миллионды пайдаланғаныңыз үшін 225 мың теңге ақша төлеп тұрсыз деген сөз. 303 мыңның 225 мың теңгесі банктен алған 30 миллионның пайдаланғаны үшін төленетін пайызыңыз. Қалған 78 мың теңге қайда кетеді деген сұрақ. Қалған жалпы үйдің құны 30 миллион, шарттық сома 30 миллион теңге. Негізі отбасы банкта білесіздер, 30 миллион үйді алу үшін міндетті түрде жартысы 15 миллион теңге ақша болу керек. Ал сізде міне көкпен белгіленіп тұрған 6 миллион ғана бар, ал 20% 6 миллион ғана бар. Енді бұны 9 миллион теңгені жинағанша сізге 8 жыл уақыт береді. 8 жыл уақыт береді. 9 миллион теңге қайда жиналады? Ол 9 миллион теңге міне жаңа ай сайын төлеп тұрған 303 мыңның ішінен 225 мың теңге банк процентіне алатын болса, 78 мың теңгесі жинаққа кетеді. 78 мың теңге ай сайын осы депозитке жаймендеп толып тұрады. Сонда 8 жылдың ішінде мемлекеттік сыйлық ақы бар, бұған жүретін 2% бар, сонымен барлығымен бірге 15 миллион теңге толады деп есептеп тұрады компьютер. Дәл осы кезде сіздің бағалау көрсеткішіңіз 41 болады. 41 деп отқанымыз қалған 15 миллион теңгені 3,8%-бен алуға мүмкіндік беретін депозит деген сөз. Яғни қалғаны 3,8%. Енді қараңыз, 8 жылға 303 мыңнан төлеп отыр. Одан кейін қалған 3,8%-бен 4,5 жылға беретін болатын болса, жалпы несиенің мерзімі 12,5 жыл болады. Сол кезде сізде 303 мың төлеп тұрып, 8 жылдан кейін 302 мың 600-ге ғана түсіп кетеді. Сонда бұл 302 мың негізі бұл максималды. Мұны 11 жылға дейін созып тастауға болады. Қараңыз, 8 жыл плюс 19 жыл, яғни екінші займды 11 жылға дейін көтеріп тастауға болады. Мұнда 4,5 мың көрсетіп тұр, 11 жыл. Сонда 303 мың төлеп отқан адам 139 мың теңге түсіріп жіберуге де болады негізінде. Бірақ көбісі айтады, мен максималды жылдан алайын, ай сайынғы төлем аз болады дейді. Но қараңыздар, байқадыңыз ба? 19 жылға бергенімен де алғашқы төлейтін ақшаңыз бәрі 303 мың теңге. 12 жылға алғашқыда төлейтін 303 мың теңге. Яғни басқа банктегідей жыл ұзарған сайын ай сайынғы төлем азаяды деген түсінік жоқ отбасы банкта. Өйткені бұл алдын ала займның ол жерде қалай болады? Шарттық сомаға 1% жүреді, сосын қалған айырмашылығы ол депозитке түсуге кететін болады. Міне достар, түсініңіздер ғой, тағы да қайталап 8 жыл болса, 8 жыл плюс 4,5 жыл осындай болады, 12,5, ол кезде 303-тен төлеп 302-ге түсіп кетеді. Егер 5 жылға беретін болса, кейінгі тұрғын үй займның несін төлемі 13 жылға болады, онда 303-тен төлеп береді, 274-ге түсіп кетеді, 275 почти. 8 жылдан 6 жыл болатын болса, 14 жылға беретін болса, 303, 233 болып кетеді. Бұл жерде тағы да айта кететін достар, жылды ұзартып, төменгі ай сайын төменді азайту деген ол болмайды отбасы банкта. Түсінікті, иә? Енді достар, дәл осылай сияқты басқа да варианттармен 7%-бен де өздеріңіз есептеп алсаңыздар болады. Бірақ ол кезде 30 миллион қанша миллион болады, бұл жерге 7%-ді көрсетіп қоясыздар, сол кезде процент беретін процентіңізді өзіңіз есептеп аласыз. Сол разницасы неге кетеді? Депозитіңізге түсіп отыратын болады достар. Алдын ала займның осындай нюанстары бар отбасы банкте. Жалпы наурыз жұмыскерде осындай болады. Ал жалпы кезген оңай бағдарламасы бар, тағы да басқа жасыл ипотека бағдарламасы, принциптері барлығы осындай. Достар, енді алдын ала займды сіздер түсінді деп ойлаймын. Түсінбеген болсаңдар видеоны тоқтатып қайтадан асықпай бір қарап шығыңыздар. Әрбір айтылған сөзіме мән беріп түсінетін болсаңыздар, нақты түсініп аласыздар. Түсінбейтін болсаңыздар, бүкіл шағын компаниясына хабарлассаңыздар, сіздерге толыққанды